Шал мен кемпір ертегілері. Алтын балық ертегісі. Ертеде теңіз жағасында бір шал мен кемпір тұрыпты. Шал теңізден балық аулайтын болса, ал кемпір үйдің тірілігімен болған. Айшал, теңізге барып балық аулап келмедім ба? Ауларымды жөндеп алайын, сосын барамын. Тағы бір тастап көрейін. Алтын балық. Шал, сен мені жібер, ал мен сенің тілектеріңді орындаймын. Маған ештеңе керек емес, осы ұстаған 3 балығым да жетеді, бара ғой. Мен керек болсам, осы жерге келіп шақырсан шығамын. Үш балық ұстадың, кемпір. Сосын ауға алтын балық түсті. Тілектерінді орындайым деді. Ештеңе керек емес деп жібере салдым. Неге керек емес? Барлық кемпірлер телефонмен жүр. Бар, маған айфон сосын әдемі киім сұра. Маған планшет әкелдеу керек еді. Балабум каналына тіркеліп мультиктерін көретін. Алтын балық! Алтын балық! Алтын балық! Айта бер, шал, тыңдап тұрмын. Кемпірім айфонмен әдемі киім сұрап тұр. Орындалды. Шалым айфон алып берді. Киімімді қарасай. Әжетай, балабум каналына тіркеле салшы. Жарайсын шал, енді мен жаңа үйде тұрғым келеді. Бар да балығынан үлкен коттедж үй сұра. Балық! Ай, алтын балық! Айта бер, шал, тыңдап тұрмын. Анау кемпір енді үлкен коттедж үй керек дейді. Орындалды. Міне, жаңа үйімді көрдіңдер ма? Енді маған блогерлер мінетін крутой Феррари деген көлік керек. Ана кемпір крутой Феррари керек деп жатыр. Орындалды. Енді мен бүкіл теңіздер патшайым болғым келеді. Шал, мен бәрін естідім, үйіне бара бер. Қанағат қарын тойғызар, қанағатсыздық жалғыз атыңды сойғызар. Әр нәрсенің өлшемі мен қанағатын білу керек, балағай. Лайк басып каналға тіркелейік, достар. Шал мен кемпір ертегілері. Бауырсақ ертегісі. Баяғыда емес, осы кезде бір үлкен қалада бір ата мен әже бар екен. Ай, кемпір, сен маған бауырсақ пісіріп берсейші. Күнде пицца болып кетті. Айтсам болды атасы. Қазір доставкамен ұн алдырайын.
Сонымен он алып әже бауырсақтың қамырын дайындайды. Иә балалар, қамыр илеп жатырмын, қараңдар. Әже дайын ыстық бауырсақ суысын деп, үстелдің үстіне қойып кетеді. Мен бұл жерде не істеп тұрмын? Қашып кетсем бе екен? Тұрып, бауырсақ үстелден секіріп түсіп басқа бөлмеге барады. Сонымен бауырсағымыз солай ата мен әжеден қашып кетеді. Келе жатса, бауырсаққа қоян кездеседі. Бауырсақ, сені жейін десем, сәбіз гамбургерге тойып келе жатырмын. Сен ән айтып берсей маған? Әрине, қазір ән айтам. Мен бауырсақ, дастарханнан қашқанмын. Тар көшеден жол тауып, кең далаға асқанмын. Атадан да қашқанмын, әжеден де қашқанмын. Ұстатпаймын ешкімге, зулап бара жатқанмын. Сөйтіп бауырсақ қояннан қашып кетеді. Келе жатса, алдынан қасқыр кездесіпті. Сені жейін десем, жұмысқа да асығып бараттырым. Кәнекей маған ән айтып бер шал. Мен бауырсақ, дастарханнан қашқанмын. Тар көшеден жол тауып, кең далаға асқанмын. Атадан да қашқанмын, әжеден де қашқанмын. Ұстатпаймын ешкімге, зулап бара жатқанмын. Сонымен бауырсақ қасқырдан да қашып кетеді. Әрі қарай кетіп бара жатса, жолда аю кездесіпті. Тоқта! Сені жейін десем, бізге бауырсақтарды жеуге болмайды. Ән айтып берші, кәнекей. Мен бауырсақ, дастарханнан қашқанмын. Тар көшеден жол тауып, кең далаға асқанмын. Атадан да қашқанмын, әжеден де қашқанмын. Ұстатпаймын ешкімге, зулап бара жатқанмын. Бауырсағымыз аюдан да қашып кетеді. Мен бауырсақ, дастарханнан қашқанмын. Тар көшеден жол тауып, кең далаға асқанмын. Бауырсақ, дастарханнан қашқанмын. Тар көшеден жол тауып, кең далаға асқанмын. Сонымен бауырсақ келе жатса, алдынан түлкі кездеседі. Сәлем, тиктокта хит болып жүрген бауырсақ сен ба? Кәне айтып берші әніңді. Мен бауырсақ, дастарханнан қашқанмын. Тар көшеден жол тауып, кең далаға асқанмын. Атадан да қашқанмын, әжеден де қашқанмын. Ұстатпаймын ешкімге, зулап бара жатқанмын. Бауырсақ, мен әншімін. Екеуміз дуэт болып сахнада ән айтсақ қалай қарайсың? Келістік. Достар, ертегіміз ұнаса, лайк басып каналымызға тіркеліңіздер.
Шал мен кемпір ертегілері. Шалқан ертегісі. Баяғыда бір ата мен әже өмір сүріпті. Көктем шыққанда атасы бақшасына шалқан егеді. Шалқан күн санап өсіп, биыл ерекше үлкен, дәу болып шығады. Күз келеді. Атасы шалқанды жерден суырып алмақ болады. Тартады, бірақ шалқан орнынан қозғалмайды. Әже, көмек керек! Атасы көмекке әжесін шақырады. Әже, тезірек! Әжесі атасынан ұстап, екеуі тартып шығара алмайды. Әжесі көмекке немересін шақырады. Ай қызым, келе ғой көмекке. Бәрі жабылып тартады, бірақ шалқан тас қылып қатып қалғандай тапжылмайды. Ит, көмекке кел! Немере қыз көмекке итті шақырады. Жақсы ит! Ит қосылса да шалқанды шығара алмайды. Ит өзінің досы мысықты көмекке шақырады. Мысық қосылса да шалқанды шығара алмады. Болмағасын мысық тышқан досын шақырады. Достар, лайк басып каналға тіркелейік, ал біз қазір осы шалқанды шығарамыз. Тышқан қосылып, бәрі күш салып тартса, шалқан жерден пап етіп суырылып шығады. Балалар, жұмыла көтерген жүк жеңіл. Шал мен кемпір ертегілері. Бауырсақ ертегісі. Ертеде бір ауылда шал мен кемпір болыпты. Бір күні шал кемпіріне, әй кемпір, сен маған бауырсақ пісіріп берсейші депті. Сонда кемпір айтыпты, әй шалау, бауырсақты немен пісірем? Үйде ұн аз ғой депті. Шал оған сол аз ұның бір бауырсаққа жетер депті. Сомен кемпір үйде бар ұның шығарып бауырсаққа қамыр илеу бастапты. Илеген сайын қамыры үлкейіп жатыр екен. Қамыры дайын болып бауырсақты пісіре бастаған. Піскен бауырсағы керемет болып үлкен күлше нандай болыпты. Ыстығы басылып суысын деп есік алдына шығарып қойған екен. Тұрып бауырсақ шал мен кемпірден қашып кетеді. Домалаймын, далаға енді жол алайын. Желдей ұшам зу етіп, жолымда кімді көрем жетіп. Жүрегім толы қуаныш, тоқтау жоқ алда кең теңіз. Домалаймын, далаға енді жол алайын. Желдей ұшам зу етіп, жолымда кімді көрем жетіп. Жүрегім толы қуаныш, тоқтау жоқ алда кең теңіз. Сөйтіп әндетіп келе жатса алдынан қоян шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жоқ қоян, мені жемесің, мен саған өлең айтып беремін. Мен бауырсақ, дөңгелеппін аппақ. Ұшып түстім пештен мен, атам әжемнен қаштым мен. Жалғыз келем орманды, кездестірмей жанды. Сен де мені ұстама, ары қарай зытамын. Мен бауырсақ, дөңгелеппін аппақ. Ұшып түстім пештен мен, атам әжемнен қаштым мен. Жалғыз келем орманды, кездестірмей жанды. Сен де мені ұстама, ары қарай зытамын. Сөйтіп бауырсақ қояннан қашып кетеді. Домалаймын,
кімді көрем жетіп, жүрегім толы қуаныш, тоқтау жоқ алда кең теңіз. Домалаймын далаға енді жол алайын, желдей ұқшам зу етіп, жолымда кімді көрем жетіп, жүрегім толы қуаныш, тоқтау жоқ алда кең теңіз. Жүгіріп, домалап келе жатса, алдынан қасқыр шығыпты. Ей бауырсақ, тоқта, мен сені жеймін. Қасқыр, мен жемесім, мен саған өлең айтып беремін. Мен бауырсақ, дөңгелеппін аппақ, ұшып түстім пештен мен, атам әжемнен қаштым мен, жалғыз келем орманды, кездестірмей жанды, сен де мені ұстама, ары қарай зытамын. Мен бауырсақ, дөңгелеппін аппақ, ұшып түстім пештен мен, атам әжемнен қаштым мен, жалғыз келем орманды, кездестірмей жанды, сен де мені ұстама, ары қарай зытамын. Солай ән айтып, бауырсақ қасқырдан да қашып кетіпті. Домалаймын далаға енді жол алайын, желдей ұқшам зу етіп, жолымда кімді көрем жетіп, жүрегім толы қуаныш, тоқтау жоқ алда кең теңіз. Домалаймын далаға енді жол алайын, желдей ұқшам зу етіп, жолымда кімді көрем жетіп, жүрегім толы қуаныш, тоқтау жоқ алда кең теңіз. Бір кезде бауырсаққа аю кездесті. Бауырсақ бергіл, мен сені жеймін. Аю, мені жемесім, мен саған өлең айтып беремін. Мен бауырсақ, дөңгелеппін аппақ, ұшып түстім пештен мен, атам әжемнен қаштым мен, жалғыз келем орманды, кездестірмей жанды, сен де мені ұстама, ары қарай зытамын. Әнің айтып болып, бауырсақ аюдан да қашып кетеді. Домалаймын далаға енді жол алайын, желдей ұқшам зу етіп, жолымда кімді көрем жетіп, жүрегім толы қуаныш, тоқтау жоқ алда кең теңіз. Солай әндетіп келе жатса, алдынан түлкі шығыпты. Бауырсақ, исің дәмді екен, келші мен сені жейін. Түлкі, мені жемесім, мен саған өлең айтып беремін. Мен бауырсақ, дөңгелеппін аппақ, ұшып түстім пештен мен, атам әжемнен қаштым мен, жалғыз келем орманды, кездестірмей жанды, сен де мені ұстама, ары қарай зытамын. Тамаша, керемет бауырсақ. Осы өнерің үшін мен сені жемеймін деп шештім, бірақ сен атаң мен әжеңе баратын бол, жарай ма? Біздің каналға тіркеліп, лайк басу ұмытпаңыздар.